Корей ертегісі. Қайырымды қайықшы. Баяғыда жұртты әрлі-берлі судан өткізіп жүретін бір қайықшы қарт болыпты. Алып кел, апарып таста дегендердің ешқайсының меселін қайтармайды екен. Бұнысына бірдеңе берсе алатын, ал бермесе сұрамайтын да. Бір күні қайықшы өзенде жүзіп бара жатқан жуан жыланды көреді. Жүзіп бара жатқан жылан суға бата бастайды. Сол кезде қарт оған көмек беру үшін қайығымен тез жүзіп барып, оны өзеннің арғы бетіне өткізіп тастайды. Жылан ештеңе айтпайды, тек жылап жібереді. Оның көзінің жасы тамған жерге содан бері тамаша гүлдер өсуде. Гүлдер басқа жерде де өседі, бірақ көз жасы тамған жерде қатты қаулайды екен. Тағы бір ретте қарт қайығының жанында отырып, бір жас еліктің суға батып бара жатқанын көреді. Қарт қайығымен жүзіп барып, елікті өзеннің арғы жиегіне апарып салады. Елік ештеңе айтпай, шығып алғаннан соң орманға қарай жүгіріп кетеді. Қарт салат жасайтын өсімдік жинау үшін орманға барады. Кенет оның алдынан әдемі теке жүгіріп өтіп, тұяғымен жер тарпиды. Осы кезде қолына күрек ұстаған бір адам өтіп бара жатыр еді. Оны көрген теке қашып кетеді. «Мейірімді адам, мына жерді қазып жіберші», дейді қарт. Әлгі жолаушы күрекпен жерді 3 рет қазған кезде күрегі бірдеңеге барып тиеді. Бұл алтын еді. «Істеген жұмыстың үшін саған осы алтынның жартысын беремін», дейді қарт. «Бұл алтынды қазып шығарған менмін, сондықтан бұл менікі», дейді жолаушы. Екеуі таласа бастайды. Сонымен олардың таласынан ештеңе шықпайды. Сондықтан екеуі қаланың сотына бармақ болады. Сот алтынды жолаушыға беріп, ал қартты дүрелеп, кісендеп тастайды. Түнде жуан жылан келіп, қарттың аяғын шағып алады. Келесі күні қарттың аяғы көптей боп үсіп кетеді. Оны енді өледі деп күтеді. Түнде жуан жылан тағы да жорғалап келіп, оған шипалы жапырақ әкеп береді. Келесі күні осы жапырақтан оның аяғының ісігі лезде қайтып кетеді. Тіпті жараның ізі де қалмайды. Ал жуан жылан сол түні соттың әйеліне жорғалап келіп, қарттың аяғын шаққандай, оның да аяғын шағып алады. Келесі күні әйелдің аяғы көп боп үсіп кетеді. Оны енді өледі деп ойлайды. Сонда түрменің бастығы сотқа келіп, қарттың аяғындағы осындай ісігінің қайтып кеткендігін айтады. Сот қартты шақырып алып, «Аяғыңның ісігі неден қайтты?» деп сұрайды. «Жылан маған жапырақ әкеп берді», дейді. «Жапырағың қайда?» Қарт жапырақты көрсетеді. Соттың әйелінің аяғына жапырақты басып еді, ісік жоқ боп кетеді. Сонда қарт жуан жылан мен елікті бәледен қалай аман алып қалғанын айтып береді. «Елік саған не берді?» «Сен жолаушыға менен тартып әперген алтынды берді», дейді. Сол кезде сот жолаушыны қуып жетіп, ондағы алтынды қайтадан алып, қартқа бергізеді. Ал жолаушыны кісендеп түрмеге отырғызады.